Балалармен қарым-қатынастан анықтаған тағы бір нәрсем ол сұрақ қою. Бұл олар жайлы жаңа бір нәрсені білудің және оларды сөйлетудің ең жақсы тәсілі. Сұрақ қою арқылы өз балаларым жайлы ойымның шындықпен жанаспайтынын анықтадым. Жылдар бойы балаларымның сезімдері, олардың осы әлемді қалай қабылдайтынын түсінуге маған көмектескен 5 немесе 6 сұрақты үлгі етіп көрсетем. Мысалы, осы аптада сен өзіңді қашан бақытты сезіндің деп сұрауға болады. Және жауапты мұқият тыңдаңыз. Сонан соң, осы аптада өзіңіздің қанша бақытты болғаныңызды айтып беріңіз. Тағы бір сұрақ. Ал қашан сен өте жақсы көңіл көтердің? Сен көңіл көтеріп және сен бұл ең тамаша күн деп айтқан уақытың болған шығар. Мұны неге сұрағанымды білесіз бе? Олардың әрбірінің жауабын мұқият тыңдау арқылы, осыны қайталағанымыз жақсы болар деп түсіндім. Мен бірнеше рет қайталайтынмын. Тағы, ал сен қашан қатты абыржуды сезіндің? Жерге кіріп кеткің келген кез болды ма деп тағы сұрақ қоятынмын. Неге мен осы жайлы сұрадым? Бұл арқылы мен балаларым неден қысылатынын білдім және келешекте неден аулақ болуым керек жайлы бұл сұрақтар маған қажетті болды. Мынадай сұрақ қоюға да болады. Сен қай уақытта ең қатты қайғырып жыладың? Сонан соң өзіңіз бала кезіңізде ең қатты қайғырып жылаған кезіңізді айтып беріңіз. Міне тағы бір сұрақ. Сен өте қатты шаршаған кезің болды ма? Неден және сол кезде сен не істеген едің? Міне тағы керемет сұрақ. Сен қай уақытта ең қызу жұмыс жасадың? Сен үшін ең ауыр жұмыс қандай? Немесе былай деп сұрауға болады. Істегің келмеген, алайда оны жасаған ісің болды ма? Жалпы айтқанда, қағида мынадай. Мектепке, бейсбол ойынына бара жатқанда, кафеге, кинотеатрға, ғылыми жәрмеңкеге, қай жерге болмасын. Балаңызға қандай сұрақтар қоюға болатыны туралы ойланыңыз. Өз балаңыздан не жайында сұрағыңыз келетіні туралы ойланыңыз. Мұны не үшін жасау қажет? Сіз оны жақыннан танып білесіз. Және де оған жақсырақ қарым-қатынас жасайтын боласыз. Және осы арқылы сіз олармен арақатынасыңызды нығайтасыз.